Шәкәрім Құдайбердіұлы жастарға өлеңі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау, әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Қымбатты оқушылар, мына сөздер қандай мағына береді? Ар-намыс, ақыл, адалдық, еңбек, білім, жастар, мінез, қулық, ғылым. Осы сөздердің мағынасын ашайық және бұл сөздерден сөйлем құрайық және негізгі ойды анықтайық. Тыңдалым мәтініне құлақ салыңыздар. Шәкәрім Құдайбердіұлы жастарға өлеңі. Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, арам айла, зорлықсыз мал табалық, өшпес өмір, таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық. Ал енді олай болса кім далалық? Қазақта қай жақсы бар көз саларлық? Шын іздесек табармыз шыны ғалым. Күнде күйлей бермелік боз балалық. Сақ болалық бір шоқып, бір қаралық. Қарауылдар мезгіл ғой, тұр қаралық. Жүз айтқанмен өзгенің бәрі надан. Жалыналық абайға жүр баралық. Білімді сол кісіден ізденелік. Әдейі іздеп біз келдік сізге делік. Өмір зая болмастық өнер үйрет, ақылыңды аяма бізге делік. Бұл абай саудагер ғой ақыл сатқан, әр түрлі асылы көп өтпей жатқан. Тегін білсең аласың, бос береді. Тұстасынан ешкім жоқ, мұны тапқан. Алмасақ, үміт үзер тағы жастан. Өлсек те ұмтылалық осы бастан. Өткізе алмай еліне қайтса көшіп, қаламыз асыл түгіл, ине алмастан. Мынау абай бір ғалым, жол шығарлық, замандасы болмады сөзді ғарлық. Амалы жоқ айналды енді бізге, күн туды етегіне жабысарлық. Осыған қазақ бар ма жанасарлық? Ғылым, өнер, ақыл мен санасарлық. Жұрт болмаса ақылын біз алалық, өзгедей надан емес адасарлық. Жарасымды мінезді жатқалалық, жанға қас жамандықтан сақтаналық. Арсыз, ғайбат, өтірік, ынсапсыздық, бұлардан бой тасалап ақталалық. Арсыз арамайланы тастасалық, адал іске талаппенен бастасалық. Неде болса білімді ізденелік, надандықпен бір жола қастасалық. Рақым жоқ, қанағат жоқ, арсыз болып, жас бойға жаман атақ тағынбалық. Таза ойлап татулық іс табалық, жау жоқта тіпті жауды сағынбалық. Білмегенді білуге тырысалық, жалқаулықты көңілден сырысалық. Міне, балалар, біз Шәкәрімнің жастарға өлеңін тыңдадық. Ары қарай жазылым тапсырмасын оқимыз, орындаймыз. Мағжанның «Мен жастарға сенемін» өлеңін оқып, екі шығармадағы ортақ үндестікті анықтап, кестені толтырыңдар. Яғни өлеңнің атауы, авторы, тақырыбы, идеясы, көтерілген мәселе. Айтылым. Шәкәрімнің Абайдан үлгі алуға шақыруының мәні неде? Бүгінгі жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңдер? Ақын өлеңінде келешек жастарға үміт артады. Ал сендер бүгінгі жастар келбетіне қандай баға бересіңдер? Не балалар, сабағымызды мадақтау сэндвичі арқылы қорытындылаймыз. Бірінші бөлік позитивті комментарий не ұнады, екінші бөлік сындарлы сын не нәрсені жақсарту керек, үшінші бөлік келешекке арналған комментарий маған ұнады, бірақ келесі жолы
Балалар, сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын. Назарларыңызға рахмет.